Маңғышлақ түбегі. Маңғышлақ түбегі жайлы алғашқы деректер 9 ғасырда араб географтарының жазбаларында кездеседі. Қазақстан ескерткіштерінің жартысынан көбі осы жерден кездестіруге болады. Орта ғасырларда Маңғышлақ шығыс пен батыс арасын байланыстыратын сауда-экономикалық орталығы болған. Маңғыстау түбегі Каспий теңізінің солтүстік шығысында орналасқан. Маңғыстау түбегі биік үстірттен және аласа таулардан тұрады. Солтүстік батысын Маңғыстау таулары қамтиды. Түбектің көп жерін Маңғыстау үстірті алып жатыр. Күнгей шетінде Кендірлі Қиясай үстірті орналасқан. Климаты өте құрғақ. Көпшілік бөлігі жусанды сортаңды шөл. Жер қойнауы мұнай мен газ қорына баса бай. Одан басқа марганец, фосфорит, қара көмір, қабір шахтатас, тағы басқа кен орындары барланған. Мал жайылымына кеңінен пайдаланылады. Аласа таулар мен шағын құм алаптары қысқы жайылымға қолайлы.